Жамбыл ауданы Жасөркен орта мектебі 7-А сынып оқушысы Шакирова Камила. Тіл ұлы, құдіретті. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Қазақстан егеменді, тәуелсіз ел. Қазақстанда дамыған өркениетті елу елдің қатарына енгізетін бүгінгі жастар, яғни біз. Біздің міндетіміз елдің намысын қорғап, оны әлемге таныта білу. Әлемге таныту үшін әр жас өз елінің тарихын, тілін жетік білуі керек. Бүгін мен сіздерге Абай атамыздың «Заман ақыр жастары» өлеңін оқып бергім келеді. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары, саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ ойын тұйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілі менен жиғаны. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей не сөнер, сиырша қойса мас болып, бірге келіп сөйтінер. Күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекектеп секек етемдер, шошқа туар сөздері. Жамбыл ауданы Жасөркен орта мектебі 7-А сынып оқушысы Шакирова Камила. Тіл ұлы, құдіретті. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Қазақстанда дамыған өркениетті елу елдің қатарына енгізетін бүгінгі жастар, яғни біз. Біздің міндетіміз елдің намысын қорғап, оны әлемге таныта білу. Әлемге таныту үшін әр жас өз елінің тарихын, тілін жетік білуі керек. Бүгін мен сіздерге Абай атамыздың «Заман ақыр жастары» өлеңін оқып бергім келеді. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары, саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ ойын тұйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілі менен жиғаны. Өнімсіз іске шеп-шебер, майданға түспей не сөнер, сиырша тойса мас болып, өреге келіп сүйкенер. Күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері, кекексеп секек етемдер, шошқа туар сөздері.